Ассалаумағалейкум бауырлар. Міне қалалық жағдайда піспені қалай жасауға болады? Қымызды піскен сайын ол дәмді бола береді. Сол үшін осындай әдіспен қымызды жақсылап дәмділеп тұрып ішіп тұруға болады. Қараңыздар, қалай мына піспені жасалғанын мына жігіттер. Қане, көрсетіп жіберіңдер. Міне кәдімгі піспе. Көрдіңіздер, қалай ағаштан жасалған. Ал енді қымыз күшті көпірілді, яғни жақсы сапырылды. Сапырылған сайын ол дәмді болады. Оны білесіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Ас болсын. Міне қалалық жағдайда осындай үлкен күбі жасамай-ақ, осындай бір 2 литр, 3 литр банкіні алып, осылай жаба саласыздар. Болды. Міне піспе деген осы. Ал енді ас болсын.